Сәлем достар, бұл алдымыздағы 2 ақпаннан 8 ақпанға дейін толық апталық жұлдызнама әрбір белгіге арналған. Және 2 ақпанда бізде толық ай болады, яғни ай толады полнолуние. Бұл ең маңызды толық айлардың бірі, яғни бұл жылдың басында болып жатырған ең бірінші маңызды құбылыстардың бірі астрологиялық. Себебі қазіргі сол бірінші жаңағы толған айдың әсері ар жағында сәуірде болатын нәрселердің бастамасы деп айтуға болады. Сәуір айында бізде Сатурн планетасы өте әсерлі болады. Бірақ қазірден бастап біздер сол кезде болатын нәрселердің, шаруалардың, сұрақтардың басын қазір көре бастаймыз. Кейбір адамдар, әрине ол әрбір адамның туған күніне байланысты, сағатқа байланысты деген сияқты натальный картасы болады. Біреулер оны жылдамырақ сезінеді, қазір сезінеді, мысалы, кейбір адамдар кейінірек сезінуі мүмкін. Дегенмен де бұл өте маңызды уақыт, толық ай. Сондықтан кішкене толық ай туралы айтып кетейін, соның әсері туралы. Ал одан кейін әрбір белгіге осы алдымыздағы апта не күтіп тұр, сол туралы айтамын. Төменде комментарийда тайм-кодтарды қалдырып кетемін. Егер де бірден өзіңіздің белгіңіз туралы тыңдағыңыз келсе, төменде көрсетілген уақытты бассаңыз болады. Толық ай туралы бұл әлі жаңағы тұтылу емес, яғни затмение болады. Кейде бізде бұл бірақ затмение емес, бірақ дәл сол градус аймағында өтеді. Бұл тамыз айында болатын Арыстандағы затмениялардың энергетикалық хабаршысында жұмыс істейтін болады. Яғни алдымызда жазғы уақытта тамыз айында үлкен бір затмение болады бұл жылы. Ол туралы әрине алдыңғы уақытта әлі де айтамыз, бірақ бұл соған ұқсас құбылыс болады. Сондықтан 2 ақпандағы сезімдер, ойлар, ішкі адамның серпілістері бұл жай ғана эмоция емес, бұл алдағы айлар мен жылдарға арналған бір сценарийдің алғашқы нобайы деп айтуға болады. Яғни толық ай бізде бұл кезде Арыстан белгісінде толады. Сондықтан Арыстан от белгісі болғасын, от стихиясының оянуы деп айтамыз қазір. Яғни Нептун планетасы тоқтыға енеді, ал Сатурн осы 2026 жылдың ақпан-сәуір айларының аралығында тоқты белгісіне жақындап, сәуірде оның толық әсерін көрсете бастайды. Бұл өте маңызды уақыт. Сатурнның тоқтыда болуы ол бір батырлықтың сынағы. Егер Нептун тоқтыда арман, біздің миссия, біздің шабытты оятса, Сатурн сол армандарымызды немесе жоспарларымызды, ниетімізді тексереді. Яғни біз бұған дайынбыз ба? Жауапкершілік алуға, бір үлкен бір сатыға көтерілуге, тәуекелге баруға, немесе жалғыз қалуға, кейбір нәрседен арылуға, немесе одан бір нәрсені мүмкін жаңадан бастауға. Яғни дайындық бар ма, жауапкершілік алуға іштей дайындық бар ма деген сұрақтар туындайды. Бұл энергия адамды мәжбүрлемейді, бірақ шегінуге де жол қалдырмайды. 2 ақпанда бұл жаңағы айтқандай сәуірде болатын оқиғалардың ең бірінші ішкі хабаршысы. Қазір ақпанда сезілетін мазасыздық, бір батыл ойлар болады кейбір адамдарда. Мүмкін кейбір адамдар мен бұны жалғастыра алмаймын деген ішкі қарсылық туындауы мүмкін. Сәуір айында алдымызда жаңағы өмірде жаңа жауапкершілік пайда болады көп адамдарда. Әлсіз құрылымдар болса, әлсіз бір система, қандай да бір структура болса, оның бәрі жойылады, құлайды деп айтуға болады. Және адам өз орнын өзі қорғауға мәжбүр болады. Біреу үшін емес, өзім үшін өмір сүру деген тақырып өткір тұратын болады. Әрбір белгіге тоқтала кетейік. Тоқтылар апталық жұлдызнама туралы айтатын болсақ, және толық ай туралы да, оның әсері туралы да айтамын. Тоқтылар, бұл толық ай сіздің өміріңізде жаңа дәуірдің табалдырығы екен анық көрсетеді. Нептун планетасы тоқтыларда, яғни сіздің белгіңізге еніп, қазір армандарды, миссия сезімін, өмірдің мағынасына деген сұрақтарды күшейтеді. Ал Сатурн планетасы алдымызда, яғни сәуірде осы тоқтыда
нақты әрекет пен жауапкершілікті талап ететін болады. Сондықтан қазір ақпан айында сіз ішкі қысымды, түсініксіз мазасыздықты, мен бұрынғыдай өмір сүре алмаймын деген сезімді бастан кешіруіңіз мүмкін. Бұл кезеңде сіздің батырлығыңыз сыналатын болады. Бұрынғы импульсивтілік, тез шешім қабылдау, ондай нәрселер қазір жұмыс істемейді. Оның орнына ішкі тірек болу керек, сабырлы батылдық болу керек, ұзаққа есептелген қадамдар болу керек. Яғни бәрін расчет болу керек басыңызда, логикамен ғана бәрін тура, яғни санап, ойлап деген сияқты сезімге беріліп жылдам қазір қандай да бір шешімдер жасауға болмайды. Екінші ақпанда сол айдың толуы сізге болашақ рөліңізді көрсетеді, немесе соның басын көрсетеді. Ал сәуірде өмір сол рөлді нақты орындауды сізден талап ететін болады. Яғни жеке бастама тағдырлық сипат алады, немесе жауапкершіліктен қашу мүмкін болмайды. Немесе өмір сізді лидер, яғни көшбасшы немесе жол ашушы позициясына қояды. Бұл сіздің алдыңыздағы 15-20 жылдық жеке циклыңыздың негізі деп те айтуға болады. Яғни қазір алдыңыздағы 15 көптеген жылдарға жаңа жол саласыз. Сондықтан қазір бұл өте маңызды кезең. Торпақтар бұл толығай сіздерде ішкі қауіпсіздік сезіміңізді қайта қарауға мәжбүрлейді. Үй, отбасы, тұрақтылық, тірек болған нәрселер енді бұрынғыдай сенімді көрінбеуі мүмкін. Бұл нақты күйзеліс емес, бірақ ішкі қайта бағдарлау. Сіз өміріңізде қай жерде шын мәнінде тірек барын, ал қай жерде жай ғана әдетке сүйеніп жүргеніңізді түсінесіз. Сатурн планетасы, Сатурнның тоқтыға жақындауы торпақтар үшін сыртқы емес ішкі батылдыққа үйретеді. Енді сіз қазір бәрі тыныш болса болды деген режимнан шығасыз. Өміріңізге жаңа бағыт енгізуге дайындалатын боласыз. Ақпанда бұл тек ой мен сезім деңгейінде көрінеді, ал сәуірде нақты шешімдерге айналады. Бұл кезеңде сіздің өміріңізге харизмасы мықты, ерік жігері жоғары адамдар келеді. Олар сіздің жолыңызды өзгертпейді, бірақ қайда баруға дайын екенін айнадай көрсететін болады. Егіздер, бұл толығай сіздің сөзге, ойға, ақпаратқа деген жауапкершілігіңізді арттырады. Бұрын жеңіл айтылған пікірлер енді салмақ ала бастайды. Сіздің сөзіңіз біреуге бағыт, біреуге шешім болуы мүмкін. Сондықтан ақпан айының басында болған әңгімелер, кездесулер, хаттар өте маңызды. Сатурнның тоқтыға өтуі егіздер үшін интеллектуалдық батылдылыққа шақырады. Өз ойыңызды қорғау, өз позицияңызды ашық айту қажет болады. Сәуір айында сіз маңызды бір келісім, серіктестік немесе ақпараттық бағытта шешуші қадам жасайсыз. Бұл кезеңде сіздің дауысыңыз өзіңіздің жаңағы ең басты инструментіңіз болады. Бірақ ол шынайы әрі жауапты болу керек. Шаяндар. Бұл толған ай шаяндар үшін сіздің құндылықтарыңызды терең деңгейде тексереді. Әсіресе ақша, қауіпсіздік, өзін өзі бағалау мәселелері жай тұрмыстық емес, рухани мағына алады сіз үшін. Сіз мен өзімді қаншалықты бағалаймын деген сұраққа шынайы жауап беруге мәжбүр боласыз. Сатурнның тоқтыда болуы шаяндар үшін кәсіби салада нақты жауапкершілік жүктейді. Ал алдында сол сәуір айында сіздің еңбегіңіз, таңдауыңыз, шекараңыз, жеке шекараңыз сыналатын болады. Бұл ауыр өтуі мүмкін, бірақ дәл сол кезеңде сіз өзіңіздің құныңызды сезінетін боласыз. Немесе өзіңізге шынайы баға беріп, өзіңіздің мысалы қызметіңізге немесе қандай да бір біліміңізге шынайы баға беретін боласыз. Толығай сонымен сізді эмоцияға емес, ішкі тірекке сүйенуді үйретеді. Ішкі тірек деген біздің жаңағы
фундамент деп айтуға болады. Иә, адамның өзінің қандай жаңағы мінез құлқы, білімі, оқығаны тоқығаны, яғни өзіне деген сенімділік, өзінің құндылықтары, мысалы соған сүйене отырып деп айтайық, барлығы неден тұрады? Мысалы соның барлығы біздің ішкі тіректі құрайды. Соған сізді сүйенуді үйрететін болады бұл толық ай. Арыстандар бұл яғни арыстан белгісінде бұл толық ай болады. Сондықтан сіз үшін бұл бір тағдырлы, өте маңызды кезең. Бұл сіздің кім екеніңізді, не үшін адамдардың алдында кім болып, не болып көрінгіңіз келеді, қандай рөлді атқарғыңыз келеді, немесе қандай рөлді атқарғыңыз келмейді, соны айқын көрсететін болады. Сіздің эгоңыз қазір сыналатын болады. Шынайы өзіндік болмыс туралы уақыт. Сәуір айында Сатурнның тоқтыда болуы арыстандар үшін өз жарығын үшін жауапкершілік сұрайтын болады. Жарқырау, яғни сценада болу, арыстандар ортада мысалы көп болады, көшбасшылық лидер ретінде көп жүреді, иә, адамдардың арасында. Сондай көзге көп көріну, жарқырап жүру қазір сізде тек мүмкіндік емес, міндетке айналады. Яғни сіз өз жолыңызды қорғауға, таңдауыңызды дәлелдеуге тура келеді. Қазір ішкі бейнеңіз қалыптасатын болады, ал жазда, тамыз айында бұның барлығы толық іске асатын болады. Бикештер үшін бұл терең ішкі тазарту кезеңін ашады. Санадан тыс қорқыныштар, өткендегі ауыр бір естеліктер, аяқталмаған сезімдер жарыққа шығады. Бұл әлсіздік емес, ішкі сауығу процесі болады сіздер үшін. Сатурнның тоқтыда болуы бикештерге бақылауға деген әдетіңізді сынайды. Яғни барлығын бикештер өте сондай контроль жасағанды жақсы көретін адамдар, барлығын тып-тыйнақты, тиянақты болу керек деген сияқты. Сол әдетіңіз сыналатын болады. Кейбір нәрселерді жіберуге тура келеді. Яғни кейбір жерлерде сіз кішкене жай мінезді, кішкене кешірімді болу керек басқа адамдарға. Яғни басқа адамдардан өзіңіздей мінсіздік, яғни қандай да бір нәрсені жасағанда, жұмыс болсын, үй ішінде болсын, барлық адамдардан сіз мінсіздікті күтесіз. Сол жерде кішкене жұмсарту керек болады. Сәуір айында сіздің өміріңіздің барлық детальды жаңағы басқарылмайтынын қабылдайтын боласыз. Яғни сәуір айында сіз нақты сол барлық нәрсені контроль жасай алу мүмкін емес дегенді іштей түсінетін боласыз. Бұл кезеңде интуиция ол сіздің ең басты құралыңыз. Яғни кейде тек логика емес, сонымен қатар интуицияға сену керек деген ой болады. Соған бейімделу керек болады. Таразылар бұл сіздің ортаңызды, әлеуметтік рөліңізді қайта құрайтын уақыт. Кіммен бір жолдассыз, кіммен тек әдет бойынша байланыстасыз, бәрі қазір айқындала бастайды. Бұл табиғи іріктеу, ауыр сезілуі мүмкін сіз үшін, бірақ ол сіздің дамуыңыз үшін өте қажет. Сондықтан қазір қай жерде болса да сіздің ортаңыз тазаратын болады. Көп адамдар өміріңізден кетуі мүмкін. Олардың орнына әрине басқа адамдар келеді. Сондықтан кейбір адамдарды мүмкін жіберуге, олармен қарым-қатынасты кішкене алшақтауға немесе жою сізге ауыр сезілуі мүмкін. Бірақ басыңызда, жаңағы ойыңызда болсын, бұның барлығы жай ғана әрекет емес, бұның барлығы сіздің сол ары қарай дамуыңыз үшін қажет. Яғни мүмкін кейбір адамдар сіздің ортаңызда сізді артқа қарай тартып тұрған шығар. Сіздің дамуыңызға, сіздің қандай да бір жетістіктерге жетуіңізге, немесе сол ортадан басқа бір одан да жақсы бір ортаға өтуіңізге қаупі бар шығар, немесе қандай да бір яғни кейбір адамдардан іріктеу, жаңағыдай арылу керек болады.
Ал сәуірде жаңағы Сатурнның тоқтыда болуы таразылар үшін қарым-қатынаста шынайылықты талап етеді. Жасанды келісімдер болса, солардың барлығы бұзылады және тек теңдікке негізделген байланыстар ғана қалады. Бұл кезеңде сіз өз шекараңызды нақты белгілеуді үйренесіз. Бұл жерде таразылар мысалы мүмкін егерде кейде араларында немесе қастарында артқа тартатын адамдар болса, немесе мүмкін сіз оларға көп бересіз, ал олар сізге дым бермейді, немесе олардан ешқандай пайда жоқ деген серіктестіктер болса, қазір оларды өміріңізден жою керек. Ондай адамдар сізге керек жоқ. Саршаяндар бұл сіздің мансаптық бағытыңызды тағдырлық деңгейге шығарады. Яғни сізде карьера бойынша, жұмыс бойынша бір қандай да өсу болады. Өмір сізден қазір батылдық пен жауапкершілікті күшейтеді және күтеді. Бақылауда болу, көзге түсу, сын есту, бәрі өсу үшін беріледі. Яғни, қазір басыңызға қандай да бір жауапкершілікті қосып қою мүмкін, жұмысты немесе сіз күтпеген бір қандай да жобаны беру мүмкін, жұмыс орнында. Бірақ сізді сонымен қатар контроль жасауы мүмкін, сізден қандай да бір нәрселерді талап етуі мүмкін, адамдардың көзіне түсіп деген сияқты сізді сынайды. Бірақ бұның бәрінің сіз үшін оң жағынан, егерде барлығын дұрыс жасасаңыз, жаңағыдай нәтиже көресіз. Бұның барлығы сізді одан да жоғары деңгейге көтереді. Сәуір айында Сатурнның тоқтыға өтуі саршаяндар үшін сіздің шыдамдылығыңызды тексереді. Қысқа жолдар жабылады, тек адал және әрі ұзақ жол қалады. Көп жаңағы проект болсын, қарым-қатынас болсын, егерде бұған дейін мысалы қысқа мерзімді біреулермен өтірік қарым-қатынас деп айтайық, немесе терең емес қандай да бір қарым-қатынас, немесе терең емес жұмыс жасалған болса жұмыс орнында, қазір соның бәрі жойылады және сізде барлығы сондай өте адал және ұзаққа баратын қарым-қатынас болады, немесе ұзақ уақытқа созылатын бір жұмыс болады. Яғни бұл кезеңде сіз өз күшіңізді толық сезіне бастайсыз. Мергендер сіздің өміріңіз, жаңағы өмірлік философияңыз өзгереді бұл уақытта. Бұрын сенген ақиқаттар қазір сіз үшін тар болып көрінуі мүмкін. Сіз жаңа мағына іздейсіз, жаңа бағыт іздейсіз, жаңа көкжиек іздегендей боласыз. Сәуірде Сатурнның тоқтыда болуы сіздің сеніміңізді іске айналдыруды талап етеді. Арман нақты жоспарға айналуы тиіс. Бұл рухани ғана емес, практикалық өсу кезеңі. Мергендердің бір мінезі бар, ол философияға қатты кетіп қалуы мүмкін. Кейбір нәрселер туралы көп ойланып, нақты әрекеттер жасамауы мүмкін. Ал қазір сол нақты әрекеттер жасау үшін өте қолайлы уақыт және өте маңызды уақыт. Себебі егерде адам көп жаңағыдай философияға беріле беретін болса, ол сол яғни иллюзия жолында жүре беруі мүмкін. Сондықтан өзіңізге бақылап, жаңағы кейбір нәрселер, мысалы сіз бұрын сенген нәрселер қазір басқаша болып көрінуі мүмкін сіз үшін. Әрине сіздің ойыңыз, сезіміңіз, қандай нәрселерге сенгеніңіз, соның барлығы өзгеретін болса, жан-жағыңыздағы ортаңызда өзгереді. Мүмкін сізде қандай да бір команда пайда болуы мүмкін. Солармен сіз өзіңізді жаңағы нақты әрекеттерді бастауға, жасауға, яғни іс бастауға энергияңыз көбеюі мүмкін. Тауешкілер үшін бұл терең трансформация кезеңі ашылады. Қаржы, тәуелділіктер, қандай да бір тәуелділіктер деген зависимосттар, адамның зависимость көптеген әртүрлі сфераларда, өміріміздің әртүрлі нәрселерге адамдар тәуелді болуы мүмкін. Эмоционалдық байланыстар, сенім тақырыптары қазір қайта қаралады тауешкілерге. Сіз үстірт келісімдермен өмір сүре алмайтын боласыз. Сатурнның тоқтыда болуы сіздің бақылау мен күш тақырыбын сынайды сіз үшін. Сәуір айында бір нәрсені толық жабу немесе мүлде жаңа деңгейге көшіру қажет болады.
бұл сіз үшін кішкене ауыр, бірақ ауыр уақыт болуы мүмкін, бірақ сізді бұл бұрынғыдан әлде қайда мықты ететін кезең. Суқиғыштар. Суқиғыштар бұл кезең сізде қарым-қатынастарды айнаға айналдырады. Яғни серіктес, яғни қасыңыздағы жолдасыңыз болсын, досыңыз болсын, серіктес арқылы өзіңізді танисыз. Ол сіздің айнаңыз сияқты болады. Бұл кезеңде біз деген ұғым, мен емес, біз деген ұғым сіз үшін қайта жазыла бастайды. Ал сәуірде Сатурнның тоқтыда болуы суқиғыштар үшін қарым-қатынаста жауапкершілік пен нақты шешім талап етеді. Еркіндік пен адалдық арасында баланс болу керек. Соның барлығы қазір сіз үшін сыналады. Тек шынайы байланыстар ғана сақталып қалады. Яғни суқиғыштар свободолюбивый дейді, өте сондай мергендер, суқиғыштар, таразылар да сондай. Негізі мына ауа элементінің белгілері және су элементінің белгілері, әсіресе бірақ ауа белгісінің, ауа элементінің белгілері өте сондай өздерімен өздері көп уақыт өткізе алатын адамдар. Яғни басқа біреулерден олар тәуелді болмайды, басқа біреулерге. Өздерімен өздері, олардың басында идеялар көп болады. Өте сондай қызықты өмір сүре алатын адамдар. Сондықтан бұл адамдар өте сондай еркіндікке үйреніп қалған. Ал суқиғыштар үшін бұл жаңағы еркіндіктің қалауы кейде қарым-қатынастарда, әсіресе жолдасымен қарым-қатынастарда, адамдармен қарым-қатынастарда қиындықтар туғызуы мүмкін. Себебі кейбір адамдар бұларды түсінбей, жаңағы менімен уақыт өткізгенді қаламайды, немесе қандай да бір жауапкершілікті, жаңағы қарым-қатынастағы жауапкершілікті үстіне алғысы келмейді деген сияқты болып көрінуі мүмкін. Бірақ ол әрине олай емес. Бұл сол белгіге сай жаңағы өздерінің мінезі сондай болады. Өте сондай еркіндік, өздерімен өздері болғысы келеді көбіне. Бірақ қазір бұл толық ай, осы ақпаннан бастап сәуірге дейін сіз суқиғыштар сонымен жұмыс жасау керексіз. Яғни қасыңыздағы партнер жаңағы адамға қарап, соларға қарап кейбір өзіңіздің де мүмкін минустарыңызды көретін боласыз, және сізден қандай нәрселерді күтеді, және қандай нәрселерді сіз уақытында мүмкін көрсете алмайсыз, немесе оймен, сөзбен жеткізе алмайсыз деп айтайық. Соның барлығын жасау керек болады. Сонымен қатар, сол үшін сізде жаңа қарым-қатынастықтарда, мүмкін достарыңыздың арасында қазір іріктеліп қалады кейбір адамдармен қарым-қатынастар бітуі мүмкін, және басқа адамдар келуі мүмкін. Балықтар үшін бұл күнделікті өміріңізде қайта құруға мәжбүрлейді. Күнделікті өміріңізді, яғни режим, күнделікті денсаулығыңыз, жұмыс тәртібі, осы нәрселер сізде басты назарда болады. Ұсақ көрінген әдеттер үлкен өзгерістің бастауы екенін түсінесіз. Сатурнның тоқтыда болуы сізге ішкі тәртіптің маңызды екенін көрсетеді. Сәуірде сіз өз өміріңіздің нақты құрылымын қалыптастыра бастайсыз. Бұл рухани емес, бірақ өте қажет жерге түсу кезеңі. Яғни бұған дейін Нептун планетасы өте көп әсерін тигізді әртүрлі аспектілерде, және балықтар Нептунға өте тәуелді белгі болғандықтан көбіне жаңағыдай рухани жағынан сұрақтар көбірек маңыздырақ болды, әсіресе 2025 жылы. Қазір осы 2 ақпанда айдың толуымен балықтар өзінің күнделікті өміріне кәдімгідей маңызды рөл бөлу керек. Яғни күнделікті, былай қарасаң, мысалы адамдар жоба ретінде, әрбір адам жаңа жылда немесе дүйсенбіден бастап жаңа өмір бастаймыз деп айтады. Біреулер салмақ түсірем, біреулер қандай да бір тілді оқим, қандай да бір оқуға түсем, лицензия алам, бизнес бастайым, қызмет жаңағыдай. Бірақ көп адамдардың түсінбейтін немесе жасамайтын нәрсесі ол кейбір адамдар, немесе көптеген адамдар сондай қандай да бір жетістікке жету, нәтиже көру, күнделікті жасалатын кішкентай бір ұсақ түйектен тұратынын кейде ұмытып кетеді. Яғни адамдар бірден жылдам жаңағыдай мысалы
бір екі сағат оқығаннан бірден ақылды болып кеткісі келеді, немесе тілді үйреніп алғысы келеді, немесе бір екі рет спорт залға барғаннан жаңағыдай денесінің бәрі керемет болып кетеді деп сондайды күтеді, үміттенеді. Яғни адамдар әрине қандай да бір жылдам жолды іздейді, әсіресе балықтар. Себебі балықтар өте жаңағыдай армандаушы белгілердің бірі, иә. Фантазиясы бұлардың мол, және интуициясы да жұмыс жасайды, бірақ соған көбіне беріледі арман және иллюзиялық ойларға. Ал қазір осы көктемнен бастап сол балықтар шынымен де кәдімгідей өзінің күнделікті режимімен айналысатын болады, және сол арқылы үлкен басқа бір өміріңізді жақсартасыз. Яғни өміріңіз қазірден бастап жаңа деңгейге көтеріледі, күнделікті кішкентай бір істер арқылы. Осылай, құрметті оқырмандар, ұзақ болып кетті деп ойлаймын. Сондықтан 2 ақпандағы толық айда, сонымен қатар жаңа, білесіз, тағы да қайталап айтып кетейін, жаңа айда егер де біздер жаңағыдай жаңа армандарды жазуға болады, немесе бастамалар бастауға болады. Ал ай толған кезде, толық айда біздер керісінше көптеген нәрселерді жабу керекпіз, тоқтату керекпіз, немесе арылу керекпіз. Сонымен қатар, егер де мысалы журнал жүргізетін адамдар болса, қазір толық ай кезінде қандай нәрселер жасауға болады? Мысалы, үйдің ішінде үлкен бір генеральный жаңағыдай уборка жасауға болады, дұрыстап жуып, жинап деген. Яғни ластан арылуға болады, киіміңізді тазартуға болады, немесе жөндеу жұмыстарын жүргізуге жақсы. Сонымен қатар қағазға да қандай нәрселерден, мысалы, қандай нәрселерді өміріңізден алып тастағыңыз келеді, соны да жазуға болады. Мысалы, несие болса, мен осындай соманы осындай уақытта жабамын деп жазып деген сияқты. Сондықтан, құрметті оқырмандар, барлығыңызға өте жақсы, өте сәтті апта тілеймін. Келесі видеоларда кездескенше арнаға жазылыңыз, сау болыңыз.